Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айнұр. Біз бүгін өте әйгілі және өте дәмді красный бархат тортын жасайтын боламыз. Бұл торттың рецептісі сан түрлі, сіздермен өзіме ұнайтын ең дәмді болып шығатын нұсқамен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тортқа қажетті ингредиенттер: сары май, сұйық май, қант, жұмыртқа, айран. Менде мұнда индийский краситель, қызыл, гелеобразный краситель болса да болады қосуға. Және ұн, какао, разрыхлитель и кукурузный крахмал. Ингредиенттерді видеоның астына толық жазып өтемін. Кеттік, бірге дайындаймыз. Ең бірінші сары май, сұйық май, растительное масло, және қант. Осы үш ингредиентті миксердің баяу жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Біртіндеп скоростын көтереміз. Енді қажетті жұмыртқаны осы массаның қанты еріген соң бір-бірден салып миксерлейтін боламыз. Кейін айран қосамыз. Және жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массаға дайындап қойған ұн, какао, разрыхлитель және жүгері крахмалын саламыз. Красительді осы құрғақ массаға қосып араластырып аламыз. Түсін өздеріңіздің қалауыңыз бойынша қосып отырасыз. Гелевый краситель қоссаңыздар, гелевый красительді айранға бірінші араластырып алып, сосын тестаға қосасыздар. Бұл електен өткізілген дайын ұн, електен ұн, какао, разрыхлитель, крахмал. Барлығы електен өткізілген. Міндетті түрде електен өткізу керек. Енді осы массаны біртіндеп қосып отырып миксерлейміз. Жайлап бастаймыз, себебі мына ұнның барлығы шашырауы мүмкін. Творожный сырға сахарная пудраны қосамыз. Қант ұнтағы. Осы екеуін біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Натуральный минимум 33% сливки қосамыз. 33, 35, 36% бола береді. Осындай болды. Қою өзінің формасын ұстап тұратын. Енді тортты жинаймыз.
кондитерский мешокка кремді саламыз. Түзу болу үшін осы кольцоның ішінде жинауға болады. Осылай кремді саламыз. Кондитерский мешокпен біркелкі қылып салып шығып, осылай бетін түзіліп шығамыз. Кескен кезде в разрезе бәрі бірдей идеальный болып шығады сол кезде. Біздің торт дайын болды. Торт өте дәмді болып шығатынына 100% кепілдік беремін. Сіздермен болған Айнұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.